Сәлем, достым. Математика сабағына дайынсың ба? Олай болса, дәптеріңді ашып, керекті оқу құралдарыңды дайындап қой. Сонымен сабағымызды бастаймыз. Тапсырманың берілген мұқият оқы және сандық сәулелерге назар аудар. Теңсіздіктердің шешімдер жиынын жаз және оны сан сәулесінде белгіле. Достым, бұл тапсырма саған таныс. К-ның мәнін сандық сәуленің бойында белгіле және де мәндерін жаз. Енді бейне жазбаны тоқтатта, тапсырманы өзің орындап көр. Орындаған тапсырманы суретке түсірде, мұғалімге жібер. Жарайсың, достым, бұл тапсырма сен үшін өте оңай болды деп ойлаймын. Ал бүгін біз жаңа тақырыппен танысамыз. Тақырыбымыз қос теңсіздіктер деп аталады. Бүгін сабақта сен қос теңсіздіктердің шешімдік жиынын табуды үйренесің. Әуелі қос теңсіздік дегеніміз не? Соны біліп алайықшы. Ол үшін мына тапсырманың берілген мұқият оқы. Балалар жердің моделін шар түрінде жасады. Бұл модельді өлшеген кезде шар 3 килограмдық кіртастан ауыр, бірақ дәл осындай 2 кіртастан жеңіл болып шықты. Шардың массасын x килограмм деп белгілеп, теңсіздіктерді жаз. Сонымен, тапсырманың шарты бойынша шардың массасын x килограмм деп жазамыз. Достым, сен де менімен бірге жазып отыр. Ал шардың массасы 3 килограммнан ауыр, яғни оны былай жазамыз. Ал дәл сондай 2 кіртастан, яғни 6 килограммнан жеңіл. Бізде 2 теңсіздік шықты. Бұл 2 теңсіздікті біріктіріп, бір теңсіздік жасауға болады. Бұл шыққан теңсіздікті біз қос теңсіздік деп атаймыз. Аты айтып тұрғандай, қос, яғни 2 деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл x-тің екі жағында 2 теңсіздік тамғасы бар. Сондықтан бұл теңсіздік қос теңсіздік деп аталып кеткен. Ал оны былай оқимыз. X белгісізі 3-тен артық, 6-дан кем. Есіңе сақтадың ба? Кәне, достым, менімен бірге тағы да оқып шықшы. X белгісізі 3-тен артық, 6-дан кем. Тапсырмамызды әрі қарай жалғастырайық. Енді осы қос теңсіздікті сандық сәуле бойында көрсетейік. X-тің шешімі қандай сандар болады? Қалай ойлайсың? Әрине, достым, 4 және 5 сандары болады. X-тің барлық шешімін жиын түрінде былай көрсетуге болады. Ал әрі қарай тапсырманы пысықтау үшін нұсқасын орындап көрейік. Кәне, достым, берілген қос теңсіздікті бірге оқиық. X белгісізі 5-тен артық, 15-тен кем. X-тің шешімдері қандай сандар бола алады? Әрине, дұрыс айтасың. X-тің шешімі 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 және 14 сандары бола алады. Себебі бұл сандар 5-тен артық және де 15-тен кем. Ал жиын түрінде былай жазып көрсетеміз. Жарайсың, достым. Бүгінгі жаңа тақырып сен үшін түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, келесі тапсырманы өзің орындап көр. Берілген тапсырмаларды қос теңсіздіктер түрінде жаз және барлық шешімдерін жиын түрінде көрсет. Бұл тапсырманы орындауда саған қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Өз бетіңмен орында да
жасаған тапсырмаңды суретке түсіріп мұғалімге жібер. Осымен математика сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау бол достым.